Еліміздегі мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы мен үкіметтің жұмысына бақылау жүргізу ісіне Нұр Отан партиясы да үлкен үлес қосып отыр. Жақында ғана орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте белгілі саясаттанушы партия саяси кеңесінің мүшесі Нұрлан Ерімбетов атқарушы органдардың басшылары жауапкершілікті өз мойындарына алмай отыр деген болатын. Ал мәжілістегі Нұр Отан фракциясының мүшесі Айгүл Соловьева барлық министрлердің жұмысына 3 деген баға берген еді. Бұған қоса партияның саяси кеңесі бюросының мүшесі Светлана Романовская үкіметтің жұмысына мүлдем көңілі толмайтындығын жеткізді. Олар барлық министрліктердің жұмысын жетілдіріп, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әрбір тапсырмасын мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету жолында қатаң шара қолдану керектігін алға тартты. Үкіметтің жұмысын қадағалау туралы мәселе жақында ғана Нұр Отан партиясының 15-ші съезінде де сөз болды. Бұған Нұр Отан мүшелері шындап кірісіп, шара қолдана бастады. Осылай өткен аптада мәжілістің 15 депутаты, мемлекеттік емес ұйым өкілдері, ғалымдар және 50-ге жуық сарапшы бірлесіп партияның сайлау алды тұғырнамасына нақты шарттар енгізді. Үкімет жұмысын қадағалау бағытында жаңа электронды жүйе құру шешіміне де келді. Мемлекеттік бағдарламалар аймақтарда қалай жүзеге асып жатыр, бұл істі әкімдер қалай атқаруда? Осы мәселе төңірегінде барлық материалдар Астанадағы бірегей үйлестіруші орталық аппаратқа түседі. Осы арқылы елбасы әрбір билік өкілінің жұмысын бақылап отырмақ. Жүйе партияның сайлау алды тұғырнамасын қарқынды түрде жүзеге асыру жолындағы бақылау тетігі қызметін атқармақ. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан Қазақстанда тұсауы кесіліп, қолға алынған жоба. Елбасының бастамасымен сындарлы сәтте тыңнан түрен салғызған маңызды бағдарлама. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының әу бастан осындай жоғары дәрежеге көтерілгені мәлім. Қазірде қол жеткізген жетістіктер, биік мақсаттар аз емес. Бірақ кемшіліксіз, қиындықсыз іс болмайды. Жобаларды даярлау, тәуекелдерді бағалау және қажетті мамандарды даярлау үстінде кедергілер бар. Бұл мәселелердің келелі іске қолбайлау болғаны жасырын емес. Сол себепті бағдарламаның әлі де болса толық үдеден шыға алмай отырғаны да рас. Осы аптада орталық коммуникациялар қызметінде журналистерге берген сұхбатында премьер-министрдің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев осылай деп мәлімдеді. Және елбасы тапсырмаларының орындалуы барысы жайлы толық есеп беруге әзір екендігін жеткізді. Министр айтқан есепті мәліметтің бір шоғырын тілшіміз Бағдат Бектұрғанқызы кеңірек баяндайды. Жүйелестің көлеңкелі тұстары да жетіп артылады. 2 жыл бұрын Ақтауда планшеттік компьютер, теледидар мен монитор құрастыратын зауыт іске қосылған. Аймақтың әрбір екінші тұрғыны инновациялық техникаға қарық боламыз деген еді. Кәсіпорын планшет тіпті теледидарда шығаратын болған, алайда оның бірде-бірі орындалмады. Маңғыстау облыстық қаржы полициясы зауытты іске қосқан Каспий әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы басшылығына қарсы қылмыстық іс қозғады. Мемлекетке 200 миллион көлемінде залал келтірілген. Қылмысты жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабында бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ақтөбе облысында индустрияландыру картасына енген 19 кәсіпорын әлі күнге толық өндірістік қуатына көше алмай келеді. Кейбірі 30%-дан да ара салмаған. Басты себеп өнімге сұраныстың төмендігі. Бұл үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша іске қосылып, бірақ іс жүзінде жұмыс жасауға қауқарсыз болып отырған жобалардың бір парасы ғана. Алғашқы 5 жылдықтың 4 жылындағы теріс нәтижеге себеп сан түрлі дейді министр. Многие проекты, так называемые проекты первой волны. Біз осыған қатысты мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жобаларды іске асыру барысын қайта қарадық. Экспортқа бейімделушілік, еңбек өнімділігі, қосылған құнның жоғарылығы сияқты өлшемдерге баса назар аударылды. Осыған орай 2012-2015 жылдары түскен жобалар жан-жақты сараптаудан өткізіледі. Сол себептен олардың саны да едәуір азаятын болады. Бізде жетіспей тұрғаны қаржы немесе мемлекеттен қолдауда емес, біліктілік пен тәжірибенің аздығы. Кәсіпкер нарықтағы сәтсіздігін мемлекеттен емес, әуелі өзінен сұрай білуі керек. Бұл нарықтық экономиканың бір талабы. Проблемалық жоба әрқашан болатынын айтқым келеді. ақш, Еуропа, қай ел болсын бәрінде кездесетін жайт. Тоқтап тұрған немесе толық жобалық қуатына шыға алмайтын проблемалық жобалар бізде 35 болатын. Жыл бойғы жұмыстан кейін олардың саны 13-ке төмендеді. Қалған 21-і іске қосылды. Онда негізінен қондырғыларды қайта баптау, қаржыландыру жетіспеушілігі сынды мәселелер шешілді. Ал 13 жобаның әрқайсысына байланысты бізде әкімдіктермен бірлескен жоспар бар.
Ал жеке бизнес жолындағы жеңісті және кедергілерді де бастан өткерген сарапшы айтады. Нарықтық экономикада жоспарлы бағдарламаның түбегейлі орындалуы қиын шаруа. Кәсіпкерлердің һәм ғалымдардың да бағдарламаға қатысу белсенділігін арттырмақ керек. Біз жоспарлы экономикада емеспіз. Сондықтан нарықтық экономикада жыл сайын, күн сайын нарық өзгеріп отырады. Ол қалай 5-6 жылғы бұрынға жасалған жұмыс өзгермей бір қалыпты 5 жыл бойы істеуі мүмкін. Нарықта өзгеріс болған кезде оны соған тез арада реакция беріп, белгілі мөлшердегі инвестицияны өзгертіп, сондай бағыттарды өзгертіп тұратын белгілі бір сондай шаралар болу керек. Онымен белгілі бір институт, ғылыми институттар айналысу керек. Тағы бір кілтипан, талапқа сай жобалардың аздығы. Когда мы ужесточили критерии для... Біз картаға енгізу талаптарын қатаңдатқан кезде жобалардың жеткіліксіз екендігін білдік. Демек, сапалы, тиімді жобалардың ұсынылуы азайды. Биыл аймақтардан 200 жоба ұсынылды. Біз жартысын кері қайтардық. Осы тұста кейбір аймақтардың кемшілікті түзетуге кіріскенін айта кеткен жөн. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысы әрбір өндірістік жобаның нәтижелі атқарылуын қадағалауды күшейтті. Поручение президента мы выполняем. Елбасы тапсырмаларын біз барынша орындап жатырмыз. Соңғы кеңесте президент бізге мемлекеттік бағдарламалар негізінде экономиканың дамуын қамтамасыз етуге бағытталған 11 тапсырма берді. Әсіресе үдемелі индустриалды даму бағдарламасы, оның ішінде өндіріс орындарын толық жұмыс істеу туралы баса айтылды. Мысалы, Семей қаласындағы тері былғары комбинатында проблема болған еді. Қазір онда тиісті шешімдер қабылдануда. Ал Шымкентте тоқырап тұрған тоқыма өндірісі қайта жандана түсетін сыңайлы. Мақта талшығынан иірілген жіп шығаратын кәсіпорын үдемелі индустриялы инновациялық даму бағдарламасы аясында 2010 жылдың маусым айында іске қосылған. Құны 5 миллиард теңгеден асатын жобаның жартысынан көбін мемлекет қаржыландырыпты. Алайда әлемдік биржаларда мақта бағасының 1-3-4 есеге көтерілуіне байланысты айналымға қаржы жетпей жұмыс тоқтаған. Ол аздай, шикізат тапшылығы да біраз кедергі болды. Бұл мәселені сынға алған елбасы облыс әкіміне тапсырма берген. Мақта өсірушілердің мемлекеттен субсидия ала отырып, өнімін шетелге сатуына тыйым керек. Бұл отандық өндірісті қолдау үшін жасалуға тиіс шаруа. Бұл өндіріс әлемдік рынокта басқа мемлекеттермен тең деңгейде жұмыс істей алатынына мен өте сенімдімін. Ірі осындағы мақта зауыты мен Окси текстиль арасында келісімшартқа қол қойылды. 6000 тонна бұл кәсіпорында жылдың ішінде толығымен шикізатпен қамтамасыз етуге жетеді. Яғни проблемалар қазір таңда өз шешімін тауып отыр. Осы бір айдың көлемінде Окси іске қосылады. Ютекс пен Меланж ол қазір жұмысын бастап кетіп отыр. Жалпы шикізатты жүйелі түрде қамтамасыз ету үшін қазіргі таңда тұрақтандыру қорын құру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, осындай келеңсіздікке жол берген жауапты мамандарға қатаң сөгіс те жарияланды. Жалпы бағдарлама бойынша биыл жыл соңына дейін 13 000 тұрақты жұмыс орны ашылады. Құны 484 миллиард теңге болатын 140 жоба іске асырылады. Оның ішінде республикалық индустрияландыру картасына енген 7 ірі жоба бар. Тағы құрылысы биыл басталған 5 ірі жоба айрықша бақылауда. Жалпы барлық жобалар бойынша жыл соңына дейін 1,5 триллион теңге игеріледі. Ал құрылыс жұмыстарына 78 000 адам тартылған. Индустрия және жаңа технологиялар министрінің айтуынша, аталмыш бағдарламаның екінші 5 жылдық жоспары әзірленуде. Ал қазірге дейін атқарылған жұмыстардың нәтижесі де дайын. Келесі айда қорытындысы шығарылып, тиісті есепте беріледі. Бағдат Бектұрғанқызы, Болат Көкенайұлы, 7 күн хабар агенттігі.